Сәлем, менің қадірменді көрермендерім. Бүгін алғашқы наурыздың мереке құтты болсын. Баршаңызға алғыс айтам. Мені қолдап, каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басқандарыңызға рахмет. Міне бүгін қазақтың ұлттық тағамы ет асу, беш бармақ, яғни жасап жатқан жайым бар. Осылай жаймендеп етімізді асатын боламыз. Сәбізімізді, картопымызды, пиязымызды бәрі осылай жаймендеп қайнатып аламыз. Міне қараңыздар, еттің майы шыққан, әдемі болып, керемет болып жаймен қайнап пісіп жатыр. Енді мен ары қарай осы жайлап қайнап пісіп жатты. Мен қамырымды дұрыстап, илеп, мықтылап, қаттығып илеп, тұзын саздап, жұмыртқамды қосып, 2 суала қамырды дайындаймын. Осылай бисмиллахиррахманиррахим деп бастаймыз. Қамырымызды өте қаттығып илейміз. Әдемілеп илеп, жақсылап араластырып, арасында түйіршік болмас үшін осылай жақсылап мықтап илеп аламыз. Бұның әрбір қазақтың келіндері, әрбір қазақ кісілер, әрбір қазағым беш бармақты жақсы көрмейтін адам жоқ. Аллах тағала несібелеріңізді мол етіп, әр үйде мол тағамдар, дәмді астар көп болсын, жақын жандарымыз аман сау болсын деп тілеймін. Міне мықтап қамырымды илеп аламын осылай. Қаттығып илесеңіздер, қамыр өте әдемі жайылатын болады. Қамырымызды жақсылап араластырып, өте қаттығып илеп аламын. Баршаңызға рахмет, алғысым шексіз, мереке құтты болсын. Міне қамырым дайын. Енді мен оны пленкаға салып, тұндырып қоятын болам. Және екінші рет қайталап, тағы да илеп тұндырып қоям. Қамырым дайын болды. Енді қамырымды бір келкетіп, өте қатты болған соң, бір келкетіп жайып алып бастаймын. Қамырым. Міне Аллаға шүкір деп, қамырымызды осылай жақсылап қатты иленген қамырымды жайып бастадым. Бөтақанды маған кедер жасап, Аллаға шүкір. Осындай бөтақандарымыз аман сау болсын. Әрбір отбасыда шаңырақтарыңызда шаттық болсын, ризық несібе Алла тағала мол етсін деп тілеймін. Рахмет, мені қолдағандарыңызға. Достарым, комментарий жазып, лайк басып өтіңіздер. Маған тіркелмесеңіз тіркеліңіз. Осылай әдемелеп, 4 бұрыштап қамырымды кескіндеп аламыз. Ал қазанымда еттің суы қайнап тұр. Ол міндетті түрде өте қатты қайнап, тұзы саздалып дайын тұру керек. Кастрюльдағы еттің суы бәрі дайын. Осы қамырымды әдемелеп салып аламын. Мінекей, Аллаға шүкір, дәмді тамағымыз әзір болды, дайын болды. Беш бармағымыз, әрбір қазағымызда осындай қазақтың тағамы, беш бармағымыз, ұлттық тағамы мол болсын әр үйде. Ризық несібеміз Аллах тағала мол етсін. Рахмет, мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Тағы да алғыс айтамын. Сіздерге алғыс мейрамы құтты болсын. Алғашқы наурыз мерекесі құтты болсын. Рахмет, достар. Сау болыңыздар.